Осы ма екен? Біле. Таппай жүрмін, че-то ше. Досым машина. Так. Ей, Бек, қалайсың досым? Алис. Ес. Көріспеуге көп болды ғой. Сен қаяқта тұрып жүрсің? Үй жалдап жүрсің бе? Қай үй жалдап жүрсің? Ана үйді. Мама 13-ші ауыл деген? Осы ғой. Мына үй жалдап жүрсің бе? Кіп-кішкентай? Ақшам жеткенше ғой. Короче, бүйтейік. Сатылатын үйлер бар ма? Бар, мына бір үй бар. Мынау жағдай жақсы сияқты, шетелдерімен сөйлесіп көрейік. Мына жерде бір үй бар екен. Мына қалдырып кеткен. Так, мынан есі бар ма екен? Сатылады 5. 5 стак дейді. Так. Көрейік. Жоқ, ешкім жоқ. Жетел, тоқташ. Жетел. Жетел. Ана кузнецтан есі сен ба? Мен. Yok. Біз кузнецтан сатып алайын деп жатыр едік. Давай. Места ақша ғой. Не сендер қазір сәкөттер ақшасы. Болды қалып тұр қой. Шығар сен 2 стак, мен 3 стак шығарайын. Давай. Мә. Мені көріпсің? Мен берем деген кезде. Болды. Бара беріңіз. Сендердікі. Ертең соңға барамыз да. Ақшасын бер. Кілті жоқ па үйдің? Кілтім алатын шығармыз өзіміз. Кеттік. Болды ғой, сындырына табличканы құрсын керек емес. Кеттік, вот смело біздікі. Ақшаларым салып қойыңықшы. Кірамай алдық қой. Так. Ақшалар салып қойдың. Не істесек, мен бірінші ауылмен танысып алайын. Мен сені таныстырып кетейін. Так. Мынау кімдікі? 2 байларский үй тұр ғой. Но не здание? Кәз. Не? Мына үйде кім тұрады? Бұл үйде мұқайет бар ғандай. Күзетші деген сияқтылар ғой. Мынау мэрдің үйі ғой. Мэрдің үйіне бір нәрсе болса, мына ат шығады. Ауылдың әкімі? Мэр. Кірме. Қазір қайда ол? Ол Дубайда жүрген бар. Дубай, қой деймін, ауылдың әкімі емес пе? Ауылдың әкімі Дубайда емес. Бірақ алдында барып келген. Мына жақта андар бар ма? Андар? Шетелдерден сұрайықшы нақты ақпаратты. Шетел, тоқташ. Сен охота жасайсың ба жалпы? Жасаймын, не болды? Не ғой? Мына жақта андар бар ма? Вообще қандай андар бар? Андар жалпы қоян, елі, әртүрлі андар бар. Аталамын сен бүгін қонаққа кел. Бүгін емес, бүгін біз өзіміз жаңадан келгенбіз. Есінше керек болса мана кішкене үйдем ғой. Анау ма? Ой, кешір. Анау ма? Ой, кеттік. Жүрші, қайдасың? Жолмен кетіп жатсың. Сонда мына грядкерді бізде тазалаймыз, Осы ауылдың тұрғынымызды. Базар жоқ. Так. Мына ауыл нормально ол сияқты, адамдары да нормально. Так, кеш батып жатыр, қазір жата тұрайық та. Так. Кірсеш? Жетел нақыпсың. Мен осы қарап кетті. Жақсы. Бұна жетел бір түрлі екен, Қарап көттірем деймі, тонақ көтпесін, біле. Что-то опасянка екен. Мына бір түрлі екен, асынып тұяқ та. Бейті қойық. Ойбай. Мына достар, ертең біз деген осы үйді не істейтін боламыз. Қалай айтсам болады екен. Үлкейтіп, дамытатын боламыз. Ал енді жоқта. Бәрін қыстырылып қалай ұйықтаймын. Жылы болса болды ғой. Так. Алло, дада. Келіп тұрсыздар ма қазір? Досым, тұр. Түш. Не істейсің деді. Доставка келді, түнде кеше телефон шықылап оттың ғой, таңға шейін. Осы заказ беріп аттың ғой. Заказ дейді. Дада, айта беріңіз. Сіздердің берген заказдарыңызды алып келдік. Осы заттарды алып кете берсеңіздер болады. Ақшасын Каспиймен төлеген шығарсыздар. Төледік қой. Давайте. Так, кіргізіп алайық ішке. Мынаны алып жүр.
Так. Хоп, оны. Есік жуптан. Мына бочканы төге қойшы. Менде тек ноутбук. Қойшы. Не бар ішінде? Әкеш бер заттарды. Так. Нормально заказ бердім жалпы. Қанша шықты бұлар? Бұлар ма нормально ақша шықты жалпы. Так, примерно. Түсіндірейін бе. Бізге балта керек қой. Балта жоқ қой. Қолмен көтеріп апарып далаға тастайық та керек жандар алып көтер. Мусордың қасына ма? Сен команда тастай берші заттарды. Мен құрастыра берейін. Бар. Так. Бичеміз. Опа-на. И потом бүйтеміз. Болды. Әдемі тұр бәрі қондырып қойдық. Сәлем достар, сіздермен мен Алис. Яғни бүгінгі видеода біз сіздерге кеше түнде не заказ бергеніміз туралы көрсететін боламыз. Яғни мен кеше түнімен ұйықтамай үйге заказ берген болатынбыз. Бұл жаңа кузница, жаңа 13-ші ауылда. Короче, как көрсетем. Достар, біз ең алғашқы осындай осындай заттар заказ берген болатынбыз. Міне осындай. Бірінші ең алғашқы, яғни жетел, қайда кіріп баратсың? Атайба! Сен басын жасай ма? Бұл ойынға қалмаған. Кет, қаш, кет бар. Кезгі ойнау тетті, атылып қалдым. Так, бізге... Хорош. Қойсаншы. Короче, екі диван. Мынау не кіріп өте береді. Екі диван және блокнот, ноутбук және стол заказ берген болатынбыз, потому что ыңғайлы жату үшін. Ато бізге мұнда қыстырылысып кеттіге, жетел. Қалайсың? Жақсы, өздерің қалайсың? Неға бізді үйге заказ берді қозатты, қарап көтші. Мұнан бочкада көрді, короче. Мұна артында, артына қаршайш құрсыне қайда қарапсың. Мұна, мұнда. Жетел. Мұна ноутбук және нар екі диван. Қалай саған? Нормально деп ойлайсың ба жалпы? Нормально. Нормально болса болды ғой. Болды, шыға берсен. Қазір мен грядка ішін әкіп бөлейін. Так. Қайтыр. Так. Бүгін, короче, күн өте жақсы болатын секілді. Мен ойынша мына грядка жинап тұр ғой. Мына аяқты жинап тастайын. Так, бейті. Сен де жинап жатсың ба? Кәмін арт жақтарды ортсайын. Бүгін біздің кезегіміз, достар. Так. Іште пысып кетті. Бірақ осы ауылға көшіп келгеніме өте қуаныштымын. Аты қалада бір түрлі. Қалада бәрі қымбат, ауылда бәрі қарапайым, таза ауа, пробка деген жоқ. Сол жағы керемет, бірақ қаладан ауылға келем дегенше шаршап кетесің. Жете, сен жинайсың бар жағын өзің? Жинай бер. Онда жағаспай тұрасың ба қалай? Қаш. Мен жерім бұстады ғой. Жақсы болған мән бермейміз. Так, бүйтіп жүрейік. Хоппа. Мұна аяқтарды дальше ортастайық. Так, тезірек ортастайық. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Осы ауылда контенттер жалғастырайық па? Біз енді осы ауылда көп күн тұратын боламыз. Ана қазір бекке барып келейін. Сол бек болмаса, осы ауылға көшіп келмейтін дедім. Жалпы достар, маяққа көшіп келуім себебі бек айтты, осы ауылда тұрамын, табиғи бәрі күшті, ауылдың адамдары да керемет, сенімен бірге қоншешті айтқасын қонған болатынбыз. Так, жинап болдым бәрін. Енді кіріп заттарын тастап кетейін. Так. Хоп и хоп. Краткілері жинеттім. Хоп. Так. Тағы. Ау. Стик тондай. Стик.
не істейін деп тұр. Короче, мен Батыр дегеш. Ау. Мэрмен таныстым бана таңда сен ұйықтап жатырған кезде. Мен Батыр шақыртып едім, я жақсы болды ғой депті. Короче, айтады, ауылға жаңадан заттар орнататын боламыз дейді. Қандай, мына жерді бұзып алдым, артына істерім. Короче, айтады ғой, ауылға магазин ба бір нәрсе саламыз дейді, сендер көмектесіңдер ме, ауыл болып ақша жинап жатырық дейді. Шотам не істейміз, көмектесеміз ғой енді ауылымыз ғой. Так, достар, в общем, біздің видеомыз осымен аяқталды. Енді келесі бөлімді күтіңіздер. Сау болыңыздар.